Ең мықты 3 криминалды авторитет түрмеге тап болып, билік үшін жойқын төбелестерді ұйымдастырды. Бірақ оларды түрменің бастығы жазалауды шешті. Әлемдегі ең қатыгез адамдардың неге қабілетті екенін білуге дайынсыздар ма? Онда кеттік. Оңтүстік Кореяда Асурада деп аталатын ең танымал қатаң режимдегі түрмелердің бірі орналасқан. Мұнда елдің ең қауіпті қылмыскерлерін ұстайды. Сондықтан мұнда күніге жойқын төбелестер орын алады. Бұзақыларды тынышталдыру үшін түрменшіктердің су атқыштарды пайдалануларына тура келеді. Бірақ тіпті мұның өзі де онша көмектеспейді және іске тоқпақтар кіріседі. Күзет басшылығы шарасыз күйде. Олар күнделікті төбелестер мен бүліктерден шаршады. Сонымен қатар тұтқындар өздерінің қарауылдарын мүлде тыңдамайды және үнемі олармен салғыласа береді. Түскі астың уақыты келеді. Біз бұл түрмеде өзіндік иерархияның бар екенін көреміз. Тұтқындардың арасында жолбарыс лақабатты авторитет және оның көмекшілері бар. Авторитет ең мықты тағамға ие болады, ал қалғандары тек қалдықтарына. Қарсылас топтың арасында да Әбжылан лақабатты көшбасшы бар. Ол да ең жақсы тағаммен тамақтанады. Екі криминалды авторитетте бір-бірін жек көреді. Түн батады. Тұтқындар ұйықтап қалады. Күзетшілер аумақты барлауда. Күзет қызметінің басшылығы өзінің кабинетінде ішіп отыр, ал сосын айналма жолға шығады. Ол кейбір тұтқындардың ояу екенін көреді және тәртіпке бағынбағандар үшін оларға ұрсады. Күндіз түрменшіктер жақын арада Асурадағы бүкіл елге танымал Тайсик есімді гангстерді жеткізетіндерін біледі. Түскі серуен кезінде жолбарыс пен Әбжылан тағы да тіресіп қалады және олардың қайсысы күштірек әрі батыл екенін анықтай бастайды. Олар Асурадағы басты криминалды авторитеттің кім болатынын анықтау үшін сынақтан өтуді ұйғарады. Жолбарыс пен Әбжыланның адамдарының арасында жекпе-жек өтеді. Бұл өзіндік ережесіз жекпе-жек, онда ең мықтысы қалуы керек. Соңында екі басшы төбелеседі. Олардың жалғыз жекпе-жегі көп ұзамай жаппай төбелеске айналып кетеді, бірақ түрменшіктер бұзақыларды лезде ажыратады. Жолбарысты күзет бастығы шақырады және түрме тәртібін бұзғаны үшін оған ұрсады. Ол жауабына өзінің қарсыласынан құтылмайынша тынышталмайтынын айтады. Содан кейін түрменшіктен қызымен кездесуге рұқсат алу үшін оған пара береді. Артынша күзет бастығы өзіне Әбжыланды шақырады. Ол оған да жолбарысқа айтқан нәрсесін айтады. Айлакер еркек. Келесі күні түрмеге аты аңызға айналған қарақшы Тайсиканы жеткізеді. Оның қолдары байлаулы. Әбжылан жаңадан келгенді танымай, оған қысым көрсетуге тырысады. Сонысы үшін бірден бетіне соққы қабылдайды. Жолбарыс өзін ақылдырақ ұстайды. Ол жаңадан келген тұтқынның атын біліп алады және онымен абай болу керек екенін түсінеді. Әбжылан өзінің камерасында есін жияды және оны қорғай алмағандар үшін өзінің адамдарына бас салады. Түрменің бастығы Тайсикидің жалғыз камерасына келеді және одан жолбарыс пен Әбжыланды тәрбиелеуін өтінеді. Сонысы үшін ол ең сирек кездесетін тағамдар мен сыйлықтарды алатын болады. Жолбарыс 10 жыл бұрын Тайсикамен кездескенін есіне алады. Сонда ол құрылыс компаниясының бас директоры болып жұмыс жасаған. Бейтаныс ер адамдар жас қызды тура көшенің ортасында ұрлап кетуге тырысып жатты. Полиция қызды құтқарды. Коптардың бірі бас қарақшыны нокаутқа жөнелтті. Бұл Тайсик болатын. Сол күні ол жалғыз өзі 100-ге жуық бұзақыларды жеңген. Жолбарыс Әбжыланның тағдырын қайталамау үшін өзінің адамдарына Тайсикаға көбірек құрмет бөлулерін өтінеді. Түскі серуен кезінде жолбарыс Тайсикаға жақындайды да оған бас иеді. Дәл соны Әбжылан да қайталайды. Тайсик көшбасшылардан татуласуларын талап етеді және олар бір-бірімен қол алысады. Күзет басшылығы таң қалысуда. Енді баяғыдай бітпейтін төбелес болмайды. Тіпті тұтқындардың өзі күтпеген тыныштыққа қуанады. Қолдарын үнемі бұлғап, төбелес ұйымдастырудан олардың өздері де шаршап кетті. Күзет қызметінің басшылығы Тайсикоға келеді. Оған көмек үшін алғыс білдіріп, дәмді тағам әкеледі және оның барлық өтініштерін орындауға уәде береді. Келесі күні тұтқындар импровизациялық концерт ұйымдастырады. Ән шырқап, би билейді. Өзіңнің энергияңды қалайда шығару керексің ғой. Тайсиканы жалғыз камерадан жолбарыстың камерасына ауыстырады. Барлығы бірден оған тізерлеп құлайды. Түрме бастығы салтанатты сөз сөйлеп, тұтқындарды керемет тәртіптер үшін мақтайды. Ол лауазымының жоғарылап, әйелдер түрмесіне ауысқанын айтады. Тұтқындарға шақырылған жұлдыздармен бірге нағыз концерт ұйымдастырылады. Ең сұлу қыздар тек солар үшін ән шырқауда. Міне сәттілік. Ең дарынды тұтқындар да өздерінің қабілеттерін паш ету үшін сахнаға шығады. Олардың арасында әншілер де, бишілер де, әртістер де бар. Күндіз тұтқындар кітап оқып, бір-біріне массаж жасайды. Әртүрлі ойындарды ойнап көңіл көтереді. Түрме ғимаратына көлік келіп тоқтайды. Одан көптеген марапаттары бар әскери киімдегі ер адам шығады. Барлығы бірден оған құрмет көрсетеді. Бұл Чопенха есімді түрменің жаңа бастығы.
Ол бұрынғы әскери және қатаң тәртіпті қатты жақсы көреді. Күзет басшылығы бұл түрмеде ешкімнің төбелеспейтінін айтып мақтанады. Өйткені барлығы танымал гангстер Тайсикадан қатты қорқады. Чо Пен Хо ашуына мінеді. Неліктен? Қандайда бір қарақшының авторитеті түрменшіктерден де көп. Ол күзет бастығын соққыға жығып, Тайсикамен жекелей сөйлесетінін айтады. Оның бұйрығымен барлық тұтқындарды көшеге шығарып, жөндеу жұмыстарына көмектесуге мәжбүрлейді. Мұны жасаудан бас тартқандардың бәрін қатыгездікпен жазалайды. Күзет бастығы жолбарысқа енді Асурада да қатаң тәртіп жүретінін түсіндіреді. Тайсик әбжылан мен жолбарыстан жаңа бастықтың бүкіл бұйрықтарын орындауларын өтінеді. Чо Пен Хо тұтқындардың барлық бөлмелерін тінтіп шығуды және банданың бүкіл басшыларын жалғыз камераға отырғызуды талап етеді. Қарауылдар барлық тыйым салынған заттарды табуға тырысып, бірден тұтқындардың жеке заттарын төңкеріп тастайды. Олардың арасында кейбір журналдар, қалта пышақтары мен ақ порошок. Тұтқындардың душ қабылдауларына небәрі 30 секунд беріледі. Олар тіпті сабын мен сусабынды жуып та үлгермейді. Түрме бастығы тұтқындардың камераларында тыйым салынған заттардың қайдан шыққанын анықтау үшін жауап алуда. Олар жауап беруден бас тартады және ең батылдарын тағы да жазалайды. Түрменің бастығы Тайсиканың, жолбарыс пен әбжыланның жалғыз камераларына барады. Біз Чо Пен Хо мен басты криминалды авторитеттің бір-бірін өте жақсы танитындарын білеміз. Біз өткенге ораламыз. 4 жас жігіт барда демалып, сексуалды қыздармен көңіл көтеріп отыр. Ең бетпақ жігіт олардың біреуінен ішімдік ішуді талап етеді, бірақ ол мұны жасаудан бас тартады. Қызды мұны жасауға күшпен көндіреді, және егер ол ішпесе оны жазалайтынын айтып бопсалайды. Көп ұзамай күзетшілерін ертіп, мекеменің қожайыны келеді және өзінің қыздарын алып кетеді. Ең арсыз жігіт жезөкшесін беруден бас тартып, бос бөтелкені сындырады. Күзет басшылығы пайда болады. Бұл Тайсик, ішіп алған жігіт оған атылады, бірақ тайып кетіп, өзінің бөтелкесіне құлайды. Біз мерт болған жігіт Чо Пен Хоның ұлы болғанын білеміз. Бұл кездейсоқ оқиға болатын, бірақ Тайсик оны түрмеге отырғызған. Дегенмен түрменің бастығы ешқандай ақталуды естігісі келіп тұрған жоқ. Ол тек кек алу туралы ойлайды және Тайсикадан құтылуды армандайды. Бұл үшін ер адам кез келген әдістерді пайдалануға дайын. Тіпті ең лас және қатал әдістерді де. Жаңа күн келеді. Тұтқындар шаршаудан естерін жоғалтып жатыр. Күзетшілер іске тағы да өздерінің тоқпақтарын кірістіреді. Соққыға жығылған Тайсиканы жалғыз камерасына қайтарады. Чо Пен Хо күзет бастығынан Тайсиканың қосымша мерзім алу үшін оған жала жабуды талап етеді. Ал тағы олардың тағы да мәселелерді тудыра бастаулар үшін әбжылан мен жолбарысты камераларынан шығаруды. Тұтқындардың арасында тағы да төбелес басталып, түрмедегі өмірдің қайта тозаққа айналуы керек. Жолбарыс пен әбжылан өздерінің камераларына оралады, алайда өздерін тыныш ұстайды. Сонда түрме бастығы тұтқындардың бірін Тайсикті жасамаған ісіне айыптау үшін пайдаланады. Тайсиканың артынан түрмеге жас әйел қайғыра келеді. Чо Пен Хо оны әңгімеге шақырады және оның кафесіне әлдебір ақ порошокты себеді. Әйел алғашқы жұтымын ішіп, бірден есін жоғалтады. Чо Пен Хо оның жалаңаштандырып, суретке түсіреді және Тайсиканы өзіне шақырады. Соққыға жығылған ер адамды түрме бастығының кабинетіне сүйрейді. Ол креслодан ессіз жатқан әйелді көреді. Бұл оның әйелі Фран. Тайсик Чо Пен Хо оның сүйіктісін өзінің қолдарымен аймалап жатқанын көріп, шарасыздықтан аңырайды. Бұл бірнеше жыл бұрын Чо Пен Хоның ұлы қорлаған қыз. Тайсиканы алып кетеді. Чо Пен Хо өзіне әбжыланды шақырады. Түрменің бастығы, егер маған Тайсикадан кек алуға көмектессең, мен сені мерзімінен бұрын босатамын дейді. Қарақшының бостандықта ауру анасы өмір сүреді, сондықтан ол келіседі де түрмеден шығып кетеді. Тайсика өзінің камерасында кісендеулі қолдарымен отжимания жасап жатыр. Оған тағы да бір тұтқын келеді. Ер адам оған өзінің көмегін ұсынады. Бұл түрмеден шұғыл түрде қашу керек. Тайсик өлі кейіп танытады. Оның камерасына күзетші басып кіреді және біздің кейіпкеріміз оны бірден естен тандырады. Ал өзі болса оның киімін, кепкасы мен бетпердесін киіп алады және көшеге шығады. Тайсик өзіне жолбарысты шақырып, оған өзінің түрін көрсетеді. Ол тұтқындардан оның қашып кетуіне көмектесулерін өтінеді. Бұл үшін оған адамдардан құралған баспалдақ керек. Біздің кейіпкеріміздің үлкен қоршаудан секіріп өту үшін тұтқындар дереу бір-бірінің иықтарына шығады. Оларға күзетшілер атылады, төңкеріліс басталады. Түрменшіктер Тайсиктің қашып кеткенін біледі. 2 сағаттан кейін кезекті тексеріс үшін инспекторлер келетін болады және сол сәтке дейін қашқынды қолға түсіру керек. Бірақ Чо Пен Хоның көңілі жай. Ол әбжыланды Тайсиканы ұстау үшін әдейі босатқан. Түрменшіктер іздеуді доғарып, инспекторды қабылдауға дайындалады.
Түрме қызметінің басшылығы тұтқындарға Тайсиканың қашып кеткенін хабарлайды, және олардан барлығы орнында деген секілді кейіп танытуларын өтінеді. Тайсик өзінің әйелін барлық жерден іздеп жүр, алайда оны әлдеқашаннан бері ешкім көрмепті. Біздің кейіпкер Әбжыланның адамдарын тауып алып, олармен төбелеске түседі. Түрмеде ол өзінің жауынгерлік шеберліктерін жоғалтпапты. Тайсиктің Әбжыланмен жекелей кездескісі келеді және оның тұрғылықты орнын анықтап алады. Онда ол өзінің әйелін табады, бірақ бұл тұзақ. Қарақшының адамдармен тағы да төбелесуге тура келеді. Сатқындық үшін Әбжылан да бетіне соққы қабылдайды. Ол Тайсикадан тізерлеп тұрып кешірім сұрайды және оған пышақ сұғып алады. Жарақатына қарамастан біздің кейіпкер Әбжыланды нокаутқа жөнелтеді және өзінің сүйіктісімен бірге қашып кетуге тырысады. Өкінішке орай қарақшының адамдары оларды лезде тауып алады. Тайсик бір-екеуін ұйқыға жіберіп, әрі қарай жүгіреді. Осылайша әйелі екеуі бөлінеді. Тайсик қарақшылардың назарын аударуға барады, ал ол полицияға жүгіреді. Біздің кейіпкер Әбжыланды тауып, онымен төбелесуін жалғастырады. Өкінішке орай, жарақатынан ол міне құлайын деп жатыр. Әбжылан тағы да пышағын шығарады. Тайсик оны тартып алып, қарақшының өзіне қарсы пайдаланады. Олар екеуі де жерге құлайды. Әбжылан мұны анасына бола жасағанын түсіндіреді, және Тайсикаға өзінің телефонын береді. Ол бірден журналистерге қоңырау шалады. Көңілі жай Чопенхо өзінің кабинетінде инспекторды қабылдап отыр. Оның кабинетіне тілшілер басып кіріп, Тайсиканың түрмеден қашуы туралы баяндап беруін талап етеді. Түрме директоры алаяқтық жасаған үшін және қызметтік өкілеттіктерін асыра пайдаланған үшін дереу қамауға алынады. Жараланған Тайсика мен Әбжылан өздерінің түрмелеріне жетеді. Оларды бірден ішке сүйреп, дәрігерлерге тапсырады. Біз ол екеуінің де аман қалғандарын көреміз. Тайсик серуенге шығады және барлық тұтқындар оған тізе бүгеді. Ол жолбарыстың да, Әбжыланның да қолын алады. Күзет бастығы түрменің жаңа директоры атанады және шамасы бұған барлығы өте қуанышты секілді. Достар, егер сіздердің де осындай ақша тапқыларыңыз келсе, тез арада мына экранда көрсетілген видеоны басыңыз. Онда мен мұндай ақшаны қалай табуға болатынын көрсеткемін. Бұл жоба менің арнамның көрермендеріне арнайы жасалынған. Барлықтарыңызды осы видеода күтетін боламын.